Сонау бір жылдары Семей облысының бір ауданынан менің атыма жедел хат келді. Аудан болғанда біздің елден, біздің ауылдан. Жедел хатта былай делінген: жақыннан бері біздің елдегі ағайын арасында бір үлкен дау туып тұр. Біздің арамыздан шыққан оқымысты білімпазымыз сенсің ғой. Мүмкіндігің болса ауылға келіп, дау-дамайдың түйіншегін шешіп қайт деп. Соңына мен құрметтейтін туыстардың бірі қол қойыпты. Сөз ләміне қарағанда ондағылар төтенше қайғы қасіреттен, өлім-жітімнен аман сияқты. Дау-дамай дейді. Не жетіспей қалды екен оларға. Ел жаққа бармағалы да 2-3 жылдың жүзі болып қалған. Шаруабасты болып кезекті кітаптың үстінде отыр едім. Амал жоқ. Барып қайтуға тура келеді. Сол күні Алматы-Семей пойызына билет алынды, ел жаққа жүріп кеттім. Алайда жол бойы бір сұрақ мазалап келеді. Осындай жіп тағуға болмайтын әрі-сәрі көңілмен көздеген жеріме де жеттім ал. Мен бетке алған елді мекен Аягөзден ары Семейден бері темір жол бойындағы ауылдардың бірі болатын. Ауыл болғанда біздің туып өскен байырғы мекеніміз емес. 1962 жылы ұлы көшпен бірге келген біздің елдің бір бөлімі осы ауданда қоныстанып қалғанды. Арғы беттен қопарла қозғалған 7 зәңгі, 4 уыл мұнда келген соң бір облысқа не бір ауданға сияма, шекара бойындағы 3 облысқа бөлініп, әр совхозға 50-60 үйден таралып кеткенді. Мені жақсы білетін 2 жас жігіт Жигули машинасымен келіп, пойыздан қарсы алды. Аман сәлемдері түзу, қабақтары жадыраңқы. Соған қарағанда бәлендей алып жұлып бара жатқан ештеңе жоқ сияқты. Ауылдарың аман ба? Сендер дауласып бүлініп жатыр дейді ғой. Не болды аяқ астынан? Дедім жас жігіттерден сыр тартып. Жәй, шалдардың істеп жүргені ғой дейді. Әлгілер ырғалақтай күліп. Сол беті бір кезең астындағы ауылға да келіп қалдық. Менің келетінімді біліп, ауылдың біраз үлкендері аулада күтіп тұр екен. Бір талайдан көріспеген ағалар мен жеңгелер шұрқырай қарсы алды. Туыстармен қауқылдасып, аман сәлем жасаған соң бәріміз үйге кірдік. Бұл маған аталас туыс боп келетін Қалибектің үйі. Жаңадан қора жай салып алған екен. Бөлмелері мол, қонақ күтетін залы кең. Терезелер самаладай жарық, еңселі үй. Бұлар әлі үстел орындыққа көше қоймаған. Төрге текемет, оюлы сырмақ жайып, оның үстіне көрпе төселген. Соған жайғасып болған соң, туыстар тағы бір рет хал жағдай сұрасып, тиіп қашып тіл қатысты да, тосырқағандай тоң-торыс отырып қалды. Ал ағалар, бұл не жағдай? Тез келіп қайт деген жедел хатты алысымен көңілім күпті болып, тағат таппай тездетіп келген бетім осы. Не боп қалды, тыныштық па? Әйтеуір дедім, отырғандарға жағалай көз тастап. Менің сұрағыма аз кем үнсіздіктен кейін үй иесі Қалибек жауап берді. Бұл күнде елудің ішін мол аралаған қызыл шырайлы, сұлу қара мұртты ағамыз арғы бетте ерте атқа мініп, ел басқарған кісі. Ауылымызда бәлендей бүлініп қалған ештеңе жоқ. Қысқартып айтқанда, мәселе былай деп бастады. Қалибектің кенже ұлы Қажыбек әскерге барып келген соң, ауданда шопыр болып автобазда қызмет істеп жүреді. Мінезі орнықты, жұмысқа шөгел, ешкіммен қақсағы жақ тәртіпті жігіт. Таяуда осы ауылда тұтқиыл дүрліктірген. Онда да ел шошитындай бұзақылық іс емес. Кешке қарай аудан орталығынан бір қызды алып қашып келеді ғой. Бұрыннан уәделері бар ма қалай? Қызды өзі айдап жүрген жүк машинасының кабинасына отырғызғанда ауылға тартып отырған. Ауыл жастары мәре-сәре, әйелдер жас келінге шашу шашып, басына жаулық жауып босағадан оң аяғымен аттатып, ішке кіргізіп әкетеді. Ешқандай зорлық жылап сықтау жоқ.
қалыңдықтың өзі мәз болып күліп жүр дейді. Әйткенмен, алғашқы ап-сап басылған соң, үлкендер жас келінді оңашалап, жөн сұрамай ма? Атың кім айналайын? Айт бала. Қай ауылдансың? Скотовод совхозынан. Қажыбекті бұрыннан білетін бе едің? 2-3 ай болды танысқанымызға. Мен ол істейтін автобазда бухгалтермін ғой. Сонда жүріп таныстық. Жөн. Кімнің қызысың айналайын? Қасым деген шопанның. Қай Қасым дейді Қалибек. Осы арада әлденеден секем ал. Қыз аз кем ойланып қалады. Білмеймін, әйтеуір арғы беттен келгендер Қиықбайдың Қасымы дейді ғой менің әкемді. Қап, Құдай ұрды. Осы араға келгенде Қалибек санын бірақ соғады. Әй, естідіңдер ме? Мына айтпала өзіміздің Қиықбайдың Қасымының қызы екен дейді. Жиналғандарға әлде бір қайғылы хабарды естірткендей. Енді қайттық. Мынаны Қасым естісе, бізді өлтіреді. Абыр-сабыр лезде басылып, ауыл адамдары не істерін білмей аңтарылып қалған. Сендердің мұнда келгендеріңді үй ішің біле ме дейді. Әлдекім қызға сұрақ қой. Жоқ, білмейді. Әке-шешеме айтайын деп едім. Қажыбек қой, артынан бірақ көреміз деп айтқызбаған. Бәсе, жүрегім бірдемені сезіп еді-ау деді Қалибек, жанын қоярға жер таппай. Өздерің қараңдаршы, мына айтбала Қасымның әйелі Күлшайдан аумайды ғой. Міне, бұлар үшін шешілмес дау осы арадан басталған. Дереу ауылдағы үлкендер жиналып кеңес құрады. Істің бұлай қиынға айналып тұрған себебі Қалибек пен Қасым 4 уыл ішіндегі Қараменде дейтін бір ғана рудан. Өз ішінде ақ кісі және табылды болып 2 атаға бөлінгенмен, өзара қыз алыспайтын жақын ағайындар. Сол арада ақсақалдар саусақтарын бүгіп, ақ кісі мен табылдыдан тарайтын аталарды ал кеп санасын. Жоғарыдан төмен қарай да санап көрді, төменнен жоғары қарай да санап көрді. Бірақ қанша рет санаса да, Қалибек пен Қасымның арасы 6 атадан аспайды. Оны бұлай қойғанда, бір Қараменденің баласы бір-бірінен қыз алысты деген не сұмдық. Үлкендер ақылдаса келе әлі ешкім құлақтанбай тұрғанда, айтбаланы аудан орталығына қайтадан апарып тастайық дескенді. Бірақ үлкендердің бұл шешіміне Қажыбек ұлы үзілді-кесілді қарсы болды. 7 аталарың өз алдына, біз енді өлсек те бір-бірімізден айырылмаймыз дегенді шорт кесіп. Егер бізді бұл шаңыраққа енгізгілерің келмесе, айтбала екеміз шамаданымызды аламыз да басқа бір облысқа тартып отырамыз. Жастармен санаспаққа тағы амал жоқ. Әсіресе қызу қанды Қажыбек бірдемеге ұрынып қалама деп қорықты.